Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 96-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы сын есім. 49-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Менің бабам Имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Әкем оның әлі сол шымыр шалдың 4-ші перзенті екен. Оны жұрт момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас деді. Қартайғанда сары кемпір атанған, жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болады. Бауыржан Момышұлы. Мәтіннен сын есімдерді тауып, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Мәтіннің авторы туралы білетініңді әңгімеле. Күрделі сын есімдер: орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, аса ажарлы, ақ дидарлы. Дара сын есімдер: шымыр, сары. Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданына қарасты Көлбастау ауылында туған. Анасы Разия дүниеден ерте өтіп, Бауыржан 3 жасынан бастап қыз тумас әжесінің қолында өскен. Бауыржан Кеңес одағының батыры, жазушы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы. 50-ші жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз. Сын есімдерді тап. Олар қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт. Ала таңнан тұрып ап, құба жолға барамын. Ақбоз атқа мініп ап, жұлдыз дайын ағамын. Бұл жердегі сын есімдер: ала, таңның ала екенін сынын білдіріп тұр. Құба жолға барамын, жолның құба екенін білдіріп тұр, сынын білдіріп тұр. Аттың ақбоз екенін білдіріп тұр, сынын білдіріп тұр. 51-ші жаттығу. Затты берілген белгілері бойынша табамыз. Біріншісі: сопақ қызыл ашық ол бұрыш, жыртқыш қу ол түлкі, ашық, жылы, суық ол күн болу, сұр қорқақ ол әрине қоян. 52-ші жаттығу. Заттың сынын білдіретін сөздерді тұсындағы тиісті сөздермен сәйкестендіреміз. Ащы, тәтті, қышқыл ол дәмі болады, сүйір, сопақ, домалақ пішіні, кіші, үлкен, ұзын көлемі, қызыл, қара, сары ол түсі болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.